Талмаған таланттар айдарынан кейін назарларыңызды бізге бұрыңыздар. Эфирде Қайырлы таң Жамбыл бағдарламасы. Енді бүгін тақырыбымызды тағы да сіздерге айта өтейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қыз өссе елдің көркі деп аталады. Олай болса біздің тақырыпқа байланысты студиямызға келген қонағымызда бар екен. Оны менің әріптесім Арунай таныстырып өтсең. Бізде бүгін қонақта Жамбыл ауданы Макаренко атындағы орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі, департамент жанынан құрылған ақпараттық ағартушылық штабының мүшесі Кусева Салтанат әпкемізге отыр. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіздер ме? Таң көңіл күйіміз әрине әр таңға қуанып, жаңағы ойымызға шуақ, ойымызға қуат орнап, сіздердің бүгінгі студияларыңызға келіп отырған жайымыз бар. Енді ұстаздың әрқашанда жөні бөлек қой, шынды айтқанда қыз баласының мәртебесі жоғары десек, енді ұстаз болған қыз балалардың енді мәртебесінің өзін бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ұстаздық жолда жүргеніңізде неше жыл болды қазір таңда? Енді кез келген қыз баласының бойында ол өзінің бір белгілі бір сыны болады. Оның ішінде бір қыз баласы ісмер болады, бір қыз баласы іскер болады, бір қыз баласы шебер, не болмаса білімді, жаңағы өнерлі болып жатады. Енді менің биылғы ұстаздық осы жолда келе жатқаныма, Алла берса, 11 жыл болады деп айтуға толық негіз бар. Енді жалпы ұстаздық жолға келуіме өзінің септігін тигізіп, оның ішінде осы бала күнімізден соған барынша қолдау білдіріп, бетбұрыс жасаған ол менің ең бірінші ата-анам. Әкем тарих пәнінің мұғалімі, анам география пәнінің мұғалімі. Яғни бұл кісілердің қарап отырсам, қазір осы студияға келетін кезде бір ойыма оралды. Жалпы осы бірінші сыныптан үшінші сыныпқа дейін оқыған шағымда әкем маған үнемі балдырған журналын жазып, әр апта сайын жаңағы шығатын әр санын алып келіп беріп отыратын. Одан кейін 4-ші сыныптан бастап 6-шы 7-ші сынып оқып жүрген кезімде ұлан газетіне жазып, оның ішінде сол газетке өзімнің мақалаларымды беруіме, өлең жазып, артындағы сөз жұмбақтарды шешіп, соған да лайықтап, өзімнің де соны шығарып, жолдап отыруыма септігін тигізіп отырды. Бірақ ең менің бір детальды есімде қалған дүние, мен 8-ші сыныпқа келген кезде «Қыз құпиясы» деген журнал болатын, басылым. Сол журналға әкем мені жазып, бірақ сол журналды үнемі балдырғанда әкеп беріп отырады, ұлан газетін әкеп беріп отырады, бірақ «Қыз құпиясы» журналын маған айтатын. Осы саны келіпті деп, өзінің жаңағы басқа газеттердің бәрін топтамасын үйге алып келеді, бірақ «Қыз құпиясын» қалдырып кететін. Сонда жаңағы өзің барып ала ғой дейді ғой. Енді өзің барып почтадан алып оқығаннан кейін ішінде әртүрлі қыз баланың тәрбиесіне байланысты мәселелер болады. Мынау қыз баланың жаңағы бойжеткен шаққа өтуіне, қалыптасуы кезіндегі әртүрлі тақырыптарды қозғайды. Сонда қарап отырсам, әкенің қыз баланың қалыптасуына дегенде рөлі, отбасындағы орны жаңағы үлесі ерекше екен. Сонда жаңағы тақырыптардың аясын енді өзінің бір бөлекше жаңағы енді бөлек бір «Қыз құпиясы» деп өзінің аты айтып тұрғандай, тақырыптың аясы да басқа болып тұр ғой. Сонда мені жаңағы өзі қалыптассын соған, жаңағы осы бейімделсін деген сияқты өзі бір кішкене шекараны ұстап отырып, соған тәрбиелеп отырған екен. Бұның өзі бір үлкен мен үшін мектеп болды. Мектеп кезде де қыз баланың тәрбиесінде анасынан кейінгі ұстазы ғой, тәрбие беріп, жол сілтеп деген секілді. Өзіңіз қазіргі таңда оқушыларыңызға тәрбие беруде басты ұстанымдарыңыз қандай? Ең бірінші басты ұстаным осы 7 жарғының өзінде, білесіздер, заңның өзінде бір 4 тармағын қамтыған осы қыз балаға, әйел баласына байланысты заңдар бар. Оның ішінде қыз баланың жаңағы отбасындағы рөлі, одан кейін қыз балаға, әйел баласына зорлық-зомбылық көрсетпеу керек деген секілді. Осылардың бәрін, оның ішінде біз үнемі енді қыз баласына тәрбиеге байланысты әрбір біздің шығарманың өзі тәрбиеге бағыттап бейімдеп отырады ғой, баланы тәрбиелеп отырамыз шығарма арқылы. Оның ішінде құтты біліктің өзінде жазылған ғой, қыз баланы барлық қалауын істе, тәрбиеле, әдептілікке үйрет.
бірақ сол әдептілікке, тәрбиелікке үйрете отырып, қатаңдықтықта жаңағы ноқтасынан босатып жібермей, тартып ұстап отырып, тәрбие арқылы түзетіп, бірақ орны келген кезде отбасынан келесі өзінің отауына ұзатып жіберу, жаңағы ата-анасы өрісін кеңейте отырып, сол құтты орнына қондыру ең абзалы, ең бастысы деп жаңағы өздері сондай тармақтарында көрсетіп отырған шығарманың ішінде. Өздеріңіз қазір өзіңіз қандай жұмыстар жасап жүрсіз? Ұстаздықтан бөлек жаңа айтып жатырмыз ғой, департаменттің жанында ағартушылық, ақпараттық ағартушылық мүшесі деп, сол жайында айта отырсаңыз. Ақпараттылық ағартушылық штабтың мүшесі ретінде біздің осы қоғамдағы негізгі миссиямыз деп айтуға болады. Жалпы осы біздің облыс жұртшылығына, оның ішінде әр сала өкілдеріне адалдықтың, парасаттылықтың негізіне осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы негізгі ақпараттармен таныстыру. Оның ішінде енді біз өзіміз мұғалім болғаннан кейін көп жағдайда штаб құрамындағы басқа әріптестеріміз заң тұрғысынан түсіндіріп жатса, біз осы өмірмен байланыстырып, соның ішінде өзіміздің өмірлік іс тәжірибелерімізбен байланыстырып, жаңағы халыққа, оның ішінде әр саланың өкілдеріне сол адалдық жайында, парасаттылық жайында кеңінен талқылап айтып беріп отырамыз. Енді өзіңіз жаңа ұстаз деп жатырмыз, бірақ енді қай пәннің мұғалімсіз? Қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімсіз, бірақ енді өзіңіздің айтқым келген, енді ақындық өнеріңіз де бар екен, жалпы қаншалықты қолыңызда қаламды жиі ұстап тұрған жөн санайсыз? Енді әр қазақтың баласы, оның ішінде қазақ қызының көп жағдайда енді көпке күнделікті жария етіп отырмаса да, арасында бір тосыннан жариялап, қалам түртіп отыратын кездері болады. Бірақ шабыт үнемі мені жаңағы белгілі бір уақытта келемін деп айтпайды. Ол мүмкін сағат 2-де келу мүмкін. Мүмкін таң сәріде жаңағы не болмаса түскі уақытта келген кезде міндетті түрде бұрын қаламмен жаңағы дәптерді қасыма ұстап жүретін болсам, қазір телефонға бірден ойыма келе қойған дүниені, мысал үшін, жазып өту мүмкін. Қазірдің өзінде сіздердің қойған сұрақтарыңызға байланысты, тақырып аясына байланысты қалам тербеп кетуімізде ғажап емес. Енді қаламынан сыр шерткен адамдардың көбісі бір ақындардың өлеңдеріне бір аса бір үлкен мән беріп жатыр. Жалпы өзіңіз өткен ғасырдан және қазіргі заманда қай ақындардың өлеңін жоғары санайсыз? Әр қазақтың, оның ішінде біздің төл әдебиетіміздің, жазба әдебиетіміз Абай атамыздан бастап алатын болса, сол жазба әдебиеттің өкілдерінен бер қарай келе жатқан, оның ішінде Ильястың өлеңі болсын, Махамбеттің өлеңі болсын, өршілдік рух бар, әр қайсының өзінің бір ұстанымы бар. Оның ішінде әр қайсысы біреу лирикадан жазса, біреу азаматтық, қаһармандық лириканы жаңағы өзіне бағыт етіп ұстап алып отырады. Мысалы 12-15 жолға дейін, бір шумақты 12-15 жолға дейін жазған, мысалы өзіндік бір стилі болып. Дұрыс айтасыз. Енді мені жалпы поэзия қалып келген, оның ішінде осы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болуына ықпал еткен ол Мұқағалидың жалпы поэзиясы, оның ішінде өзім 6 сыныпта танысқан Аққулар ұйықтағанда поэмасы еді. Себебі білесіздер ме, біздің кез келген ақынның өлеңін алсаңыздар, бір жүрекке жылы тиіп, тілі жатық, қара сөзбен кез келген Мұқағалидың өлеңін алып қарасаңыздар, адамның жүрегіне жол тауып кетеді. Яғни бұл дегеніміз өзінің көрерменін болсын, тыңдарманын, оқырманын кез келген ақын өзіне қарай баурап алады. Қазіргі таңда енді Танагөз Толқынқызы бар, Маралтай Райымбекұлы, одан кейін өзіміздің замандастарымыз Бауыржан Әлқожа, Мақпал Мұса, Айнұр Төлеу, айта берсе көптеп артылады. Енді әрқайсысын бөліп жарып қарауға болмайды. Бүгінгі тақырыпқа сай енді айтатын болсақ, қыз өсі елдің көркі деп жатсыздар ғой. Гүлнар Салықбайдың өлеңдері, әйелдің өзі ішкі болмысын, Ақұштап Бақтыгерееваның өлеңдері, ол кісінің өлеңдерінде айтады ғой, қыз болып жаратылу бір бөлек, бірақ қазақ қызы болу ол мүлде өзгеше тақырып дейді. Яғни сонда жалпылама қыз атауын алып қарайтын болсақ, оған енді біз абстрактілі тұрғыда
жаңа өз ойымызды, пікірімізді білдіруіміз мүмкін. Бірақ қазақ қызы дегеніміз бір өзіндік жаңағы болмысына сай, өзінің артатын жауапкершілігі де жаңағы үлкен екенін байқаймыз. Енді Фариза апамыздың өлеңдері, өзіміздің Әулиеатадан шыққан Күләш Ахметова, Ғани Әлімбек қызы, Үміт Битенова апаларымыздың да жазып жүрген өлеңдері, шығармашылықтары, ол біздің сол кісілердің ізбасарлары ретінде үлкен бізге үлгі, тәрбие деуге болады. Оның ішінде де қазақ қыздарына байланысты жалпы біздің осы танымымызға, болмысымызға келетін тақырыптар көптеп қозғалып жатыр. Енді Мұқағалиды көбінесе, осы көп адамды әдебиетке әкелетін қазір таниды. Мұқағали Мақатаев десек, қателеспейміз. Енді Мұқағалидың өзіме бір ерекше ұнайтыны, оның өлеңдері өте жеңіл адамға. Және жаттауға да өте ыңғайлы. Және қайбір әннің әуезіне салсаң да, кез келген әннің әуеніне бір келіп қоя салады сөздер. Жалпы осындай жеңілділігімен өзіме қатты ұнайды. Жалпы өзіңізге басқа да қандай жағдайлармен жалпы ақынның өлеңдерін жаныңызға жақын ұстайсыз? Мұқағали ақынның жалпы өлеңдерінен әркім өзін көре алады. Мысалы, жаңағы қарап отырсаңыздар, енді бір өлеңін аламыз да, біз көп жағдайда, мысалы, Абай жолының өзін 20 жаста оқыған жаңағы жасөспірімнің ойы басқа болады деген сияқты. Мысалы, біздің өзіміздің танымызда Мұқағалидың бір өлең ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға деп айтатын болсақ, сол өлеңін алып қарасақ, 20 жастағы бозбаланың бір албырттыққа, алдыға қарай ұмтылғанын байқаймыз. Ал оны 30-40 жастағы, 50 жастағы адамдар өзінше қабылдап жатады. Бірақ Мұқағалидың өзі айтып кеткен ғой, мен болашақтың құрдасымын деп. Сондықтан да қарапайым ғана өлеңдерінің өзінен мен мысалы өзімді көремін деп айтуға болады, болмысыңды. Ол кісінің жаңағы ер азамат ретінде өлең жазып отырса да, бірақ әркім өзінің жанын жаңа емдеп отырады. Жанының бір демеу ретінде өлеңдерінен өзіне бір керемет ләззат алады деуге болады. Және де сол өлеңдерді оқи отырып, кез келген жас өзі де шабыттанады. Жаңа бір әңгімеңізде айтып қалдыңыз ғой, өлеңдер жинағын дайындап жатырмын деп. Сол туралы айта отырсаңыз. Енді кез келген қазақ өлең жазады дедік қой, бірақ азулы ақындардың ішінде соның өзінің өмірлік бағыты ретінде алып, бар болмысын арнаған ақындардың жанында, ол біздің өлеңіміз жай ғана шимай болып қалатын шығар. Бірақ ұстаздық жолда жүргеннен кейін көп жағдайда жаңағы енді әйел баласымыз кейде шабыт, қиял әртүрлі тақырып қалып келеді. Бүгін отан туралы жазсақ, ертең тіл туралы жазсақ, кейде жаңағы махаббат, сағыныш тақырыбында болып жатады. Бірақ әр кез келген ақын өзіңіз жаңағы білсеңіз, бір өзінде белгілі бір образ болады. Бірақ ол кей жағдайда өмірімен үйлесіп жатпауы мүмкін. Біз бір ақынның өлеңін оқимызда, мына кісі ақын тамұққа кетіпті, өзі жаңағындай баз кешіп кетіпті деген сияқты дүниелер болады. Бірақ қоғамдағы өзінің шығармалары арқылы қоғамның бір бет бейнесін, рөлін көрсеткісі келген жағдайлар болады. Детальдар арқылы беріп жатады. Сондықтан да енді мен өзім осы уақытқа дейін жалпы осы 2003 жылдан бастап түртіп жазып жүрген өлеңдерін барлықтарын енді кішкене жинақтайын, шығарсам ба жарыққа, шығармасам ба, бірақ та бір жинақталып тұрса, кішкене өзіңнің замандастарың оқиды, өзім жақындарым оқиды деген сияқты дүниелер болды. Бірақ ішінен бәрін бүйтіп бөліп алып жарып қойып қойғам. Енді мынау сағыныш тақырыбында, махаббат тақырыбында, тұрмыста болған соң, оның ішінде ұстаз болған соң, жаңағы айналамда оқырмандар қалай қабылдар екен деп. Бірақ осы әулетімізде атам мен енем, яғни ата-анамыз өздері батасын беріп, бұл деген шығармашылық дүние ғой, шабытың келсе жаза ғой деп рұқсатын беріп, батасын бергеннен кейін осы жаңағы өлеңдер топтамасы, оның ішінде эсселер жалпы осы жаңағы жарыққа шығады деп қорытып, енді алдағы уақытта осы жаз айына жоспарлап отырмыз. Мұғалімдердің демалатын кезеңінен ұстаздардың жаз айы ғой, сол кезде қорытып, әлі де зерделеп, бір шама өлеңдерді жарыққа шығарамыз. Бүгін келіп сұхбат бергеніңізден сізге шын жүректен алғысымыз шексіз. Енді көптеген мәліметтермен де бөлісіп отырсыз, қыздың тәрбиесімен де, ақындық өнерімен де, ұстаздық ұлағатты сөздеріңізбен де бізге бөлісіп жатқаныңызға алғысымыз шексіз. Енді
осы сөздің соңында Жамбыл телеарнасының көрермендеріне бір өзіңіздің ақ тілегіңізді арнай өтсеңіз. Енді әр қазақтың қызы, әр қазақтың әйел баласы, оның ішінде қара көздеріміз, ер азаматтарымыз болсын, мынау барына тасымайтын, жоқ болса жасымайтын, үлкен бір рухты білектің ұшымен, жаңа найзаның күшімен киген егемендігімізді өз деңгейінде болашақ ұрпаққа жеткізіп, қайратты, күш қайратты, жігерлі болып жастарымыз өссе екен дейміз. Енді Жамбыл арнасының көрермендеріне жалпы айтарым, әр күндеріңіз сіздерге шуақ сыйласын, бойларыңызға қуат сыйласын. Бүгін келіп уақыт бөлгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Алдағы күндеріңізге, бүгінгі күніңізге сәттілік тілейміз. Жұмыстарыңыз дамып, жаңа кітап шығарамын деп жатсыз ғой. Кітабыңыздың жарыққа шыққанын біз де күтетін боламыз. Бұйырып жатса, жаз айында кітабыңызбен бізге тағы да қонақ болып кетіңіз. Бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырып